Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай әдемі қызғалдақ гүлдері мен жапырақтарын жасап көрсетемін. Қызғалдақ жапырақтарын жасау үшін кондитерлік қаптың ұшын дәл осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Және бізге осындай кондитерлік насадка керек болады. Бұның диаметрі шамамен 3,5 сантиметрдей болады. Кондитерлік қапқа жасыл немесе бирюзовый түсінен бір тамшысын ғана ішіне тамызамыз. Және осылай дәл видеодағыдай жан-жағына бояуымызды жағып шығуымыз қажет. Бізде дәл осылай 4 жағынан бояу жағылып шығу керек. Дайын зефирлік массамызды ыдысқа 1,5 қасықтай салып аламыз. Бұл зефирлік массаның дайындалу рецептісі менде каналымда бар. Жоғарыда сіздерге ссылкасын қалдыратын боламын. Бұл кондитерлік қапқада 1,5 қасық зефирлік массамызды саламыз. Бұл жапыраққа арналған зефирлік массамызға 2 тамшы бирюзовый түсінен қостым. Және лавровый лист түсінен де аздап қостым. Барлығын жақсы етіп тұрып араластырамыз. Жапыраққа арнап дайындап кесіп қойған кондитерлік қабымызға зефирлік массамызды саламыз. Қалған массамызға өзімізге ұнаған бояуды қосатын боламыз. Мен мұнда қызғалдаққа арналған диаметрі 4 сантиметрлік насадканы пайдаландым.